Армысыздар, қымбатты студенттер. Бүгін біз сіздермен бірге қазақ әдебиеті сабағын өтетін боламыз. Сіздермен бірге мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Шымкент көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірінші санатты оқытушысы Намуратова Индира Абылкановна. Бүгінгі біздің сабағымыз Абай Құнанбайұлының «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңімен таныс болатын боламыз. Сіздердің естеріңізде болса, біз өткен сабағымызда сіздермен бірге Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына толығырақ тоқталған болатынбыз, ал бүгінгі тақырыбымыз сол Абай Құнанбайұлының «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі. Осы сабақ арқылы жүзеге асырылатын оқу мақсаты 10-шы сыныптың қазақ әдебиеті, жаратылыстану және математикалық бағытындағы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің бекітіліп берілген үлгілік оқу бағдарламасы негізінде жасалынып отыр. Осындағы оқу мақсатындағы 10, 2, 4, 1 деген сандарға ерекше тоқталып өтетін болсам, 10-шы сынып 2-ші бөлім анализ және интерпретация, соның 4-ші бөлімінің оқу мақсатының 1-ші бөлімшесінен алынып отыр. Яғни мұндағы осы көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс, яғни әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма жазу. Осының ішіндегі біз бүгінгі тақырыпта эссе жұмысын жазуды қолға алып отырмыз. Осы оқу мақсатының негізінде бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты шығады. Біздің сабағымыздың мақсаты өлеңде көтерілген мәселені талдай отырып эссе жұмысын жазу. Бағалау критерийлері: шығармада көтерілген мәселені талдайды, эссе жұмысын жазады және бір-бірлерінің жұмыстарына баға береді. Олай болса, ендігі кезекте біз бейне сюжетке назар аударайық. Тарих, тағдыр, тұлға. Абай. Қазақ тарихы мен әдебиетінде атақ даңқы Абайдан асқан, Абайдай танымал, Абайдай дара туған тұлға жоқ. Ақын есімімен аталатын көшелер, театрлар, кітапханалар, мектептер, жоғары оқу орындары мен саябақтар ақынға көрсетілген құрметтің бір парасы ғана. Ал Абайдың алып тұлғалы ескерткішін кез келген қаладан кездестіруге болады. Бір сөзбен айтқанда, Абай қазақ халқының бренді. Алайда біз Абайды ұлы философ, ұлы ақын, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы деуден артық тағы не білеміз? Абай десек, ең алдымен ойымызға Мұхтар Әуезов жазған Абай жолы романы оралады. Алайда советтік цензураға ұшыраған бұл эпопея коммунистік идеологияға негізделіп, бір емес, 4 рет түзелген. Заманында Абай шығармаларда шырғалаңға ұшырап, оның өлеңдеріндегі діни көзқарастар мен отаршыл империяға қарсы жазғандары қатаң сүзгіден өткен. Ал орыс тіліндегі аудармалары болса, ақынның жүрегінен шыққан өлеңдердің өңін мүлдем өзгертіп, өзінің әдеби көркемдігін паш ете алмайды. Ақиқатында Абай кім болды? Біз шындарының толық қырларын танып біле алдық па? Ақынның жырлаған замана болмысы, болашақ пен бүгінгіні дөп басқанын қаншалықты мойындап тани алдық? Абай алғашқы ілімді қаладан арнайы шақырылған молдадан алады. Ал 15-ке толғанда әкесі оны 100 басын басқаруға араластырады.
Абай өзі өмір сүрген қоғамның барлық проблемасымен сол бала кезінде бетпе-бет келеді. Әділетсіздік, арандату, жемқорлық қоғамда өршіп тұрған кез. Абайда әсіресе әйелдердің әлсіздігі мен теңсіздігі, сол замандағылардың надандығы қатты толғантады. Абайдың бала кезінен көрген осы азабын жазушы Мұхтар Әуезовтің өз шығармасында айна қатесіз ашық жазылып көрсетілген. Абай атамыз түрік, араб, парсы тілдерін оқып, шығыс шайырлары Низами, Наваи, Фирдауси, Фирзулилердің шығармаларымен танысады. Ахмет Риза медресесін тәмамдаған соң Абай 3 ай өз бетінше барып, Приходская школа деп аталатын орыс мектебінде білім алады. Он 15 жасында талай дау-дамайдың әділ шешілуіне себепкер болып, шешендігімен танылған талантты мойындаған айналасы оны орда бұзар жастан асқан шағында төбе би етіп сайлайды. Ал 1875 жылы Абай Тобықтының Қоңыр Көкше табына болыс болып тағайындалады. Абайдың Жидебайдағы ақ үйінде Құнанбаевтар әулетінің құндылықтары әлі күнге дейін сақтаулы. Мұнда түрлі құжаттар, хаттар, ыдыс-аяқтар, тұрмыстық заттар мен киім-кешектер бар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің. Бет бергенде, шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ ұрған өңкей ғыртың. Өзімдікі дей алмай, өз малыңды күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байдауы жоқ, бір күн тыртың етет, бір күн бұртың. Бас-басына бей болған өңкей қиқым, мінеки бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелерде ұялмайым, өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оның да алған жоқ па құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығың, баққан жылқың. Бастами қолдамалға талас қылған, күш сынасқан күндестік бұздау шырқын. Оңалмай бойда жүрсе осы ғыртың, әр жердек жазылмай ма жаным тырқың. Қай жеріңнен көңілге қуат қылдық, қыр артылмас болған соң мінсе қырқың. Тыянақсыз, байлаусыз байқұс қылпың, не түсер құр күлкіден жыртың. Оғындырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей, қалама ол дастыртын. Ендеше студенттер, бүгінгі сабағымызға арқау болған өлеңнің қысқаша мазмұнына тоқталып өтейік. Абайдың бұл өлеңі 1886 жылы жазылған, көлемі 30 жолдан тұрады. Бұл шығарма тұтас халыққа арнап айтылған, терең де күрделі ойлар, шерлі жүректен толқып шыққан өлеңі. Үлкен адамгершілік, қайраткерлік, оқымыстылық, биікке көтерілген ақын үні бірде айбарлы, бірде кекті, бірде мұңлы. Қазақ халқын бөлмей жармай, түгел қамтып, тұтас шолып, баршасына бағыштап айтылған өлеңнің әлеуметтік салмағы орасан зор. Ақын алдымен көз алдындағы мұрты аузына түскен, бір ұрты май, бір ұрты қан, алғашқыда шырайы сартша жылтырап тұрған қазақтың кескінін алып келеді. Осыдан кейін барып
оның ішкі әлемін, мінез ерекшеліктерін айқындап аша бастайды. Байлауы жоқ көрсе қыздардың әлеуметтік қалпы тіпті сиықсыз. Әрқайсысы шолтаңдап, жеке қамшы үйіріп, бей болғансып, қиқымданып кеткен жерде елдің күйті кеткен. Бірлік жоқтықтан, береке жоқтықтан, дәулеті шайқалып, байлық шашылған. Жыртың мағынасыз күлкіге малданған тиянақсыз, байлаусыздың түбіне жеткен елдің соры, биліктен айырылып, өзгенің табанына түсіп құл болатын ақын ашына жырлайды. Ұлттың бойындағы сордың үлкені күндестік, бірін-бірі көре алмау, етектен тарту, пыш-пыш халқымызды сан рет өртке қамаған алауыздық. Зығырданы қайнаған шерлі ақын елді түзеудің амалын қарап, тығырықтан шығар соқпақ іздеп, басын тауға да, тасқа да соқса да, жол таба алмай, ақыры елінің ырқынан айырылып, езгіге бодан болатынына бармағын шайнайды. Халқының бойындағы қаны сорғалаған жараларды аша отырып, ақын омырау жасқа толса да, сай сүйегі сырқыраса да, сесті, кекесінді күйінде қалады. Ары ширығып, намысы қайнаған ұлы ақын, туған халқының барлық буын, барлық нәсілін өзі күйдіріп айтқан кесел-кесапаттардан, сор-сұмдықтардан арыл, тазар, сонда ғана белге шығасың деп айтып тұрғандай сезіледі. Өлең 11 буынды қара өлең ұйқасы үлгісінде жазылған. Бұл туындысы Абайдың ағылшын, араб, Азербайжан, қарақалпақ, қырғыз, татар, түркмен, орыс, өзбек, ұйғыр тағы басқа тілдерге көптеп аударылған екен. Абай Құнанбайұлы өзінің елінің қамын ойлап, осындай керемет өлең шығарған екен. Ендеше барлығымыз бірге оқулықты ашып, өлеңнің қысқаша мазмұнымен танысып, өлеңді бірге оқып шығайық. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді екі ұртым. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңке қыртым, деп Абай Құнанбайұлы өзінің елінің ауызбіршілігі жоқтығына, ынтымағы бірлігі жоқтығына ашына тұрып осындай өлең шығарған екен. Ендігі кезекте студенттер осы тақырыпқа сәйкес біз сіздерменен ары қарай тапсырмаларымызды орындаймыз. Бірінші тапсырма жеке жұмыс графикалық органайзер деп аталады. Бұнда мәселені зерттеу ағашы әдісі арқылы сіздер мәтінде көтерілген мәселені талдаймыз. Яғни бірінші мәселе автор көтеріп отырған тақырып. Автор көтеріп отырған тақырыбымыз қандай? Сол мәселені анықтап дәптерімізге жазамыз. Екінші мәселе, автордың мәселені көтерудегі мақсаты не болды? Соны зерттеп табамыз. Одан кейін автордың көздеген аудиториясы анықтаймыз. Автордың мәселеге көзқарасы қандай болды? Зерттейміз. Сіздің мәселеге көзқарасыңыз, өз пікірлеріңізді білдіресіздер. Сіздің мәселеге көзқарасыңыз, сіз қаншалықты қазақ халқын қолдайтыныңызды, қай кемшілік тұстарын қалай жөндеуге келетінін осы жерде сіз айтып өтесіз. Келесі, мәселенің туындау себебі. Біз осы өлеңді оқып отырып, біз мәселенің туындау себебін анықтауымыз қажет. Және де көтерілген мәселенің салдары. Көтерілген мәселенің салдарын біз сіздермен анықтайтын боламыз. Яғни бірінші тапсырма осы берілген кестеде көрсетіліп тұрған мәселелерді талдаймыз. Автордың мәселені көтерудегі мақсаты қандай болды? Автордың көздеген аудиториясы қандай болды? Автордың мәселеге көзқарасы қандай болды? Сіздің мәселеге көзқарасыңыз қандай болды? Соны анықтайтын
оқушылар өлеңде көтерілген мәселені жан-жақты зерттеп, автордың көзқарасын талдайды. Дескриптор көтерілген мәселені анықтайды, автор көзқарасын талдайды, өлеңнің идеясын анықтайды, өлеңде көтерілген негізгі мәселені табады, мәселенің шешу жолдарын ұсынады. Яғни сіздер осы мәселелерді анықтай отырып, өз жұмыстарыңызды, жазба жұмыстарыңызды жүргізесіздер. Яғни мәселенің шешу жолдарын сіздер қалай ұсынар едіңіздер? Осы мәселеге зейіндеріңізді аударсаңыздар екен. Келесі, екінші тапсырмамыз қалың елім қазағым тақырыбында әдеби эссе жазу. Яғни жаңа жоғарыда көтерілген өлеңдегі мәселелерді негізге ала отырып, осы тақырып аясында сіздер не түсіндіңіздер? Эссе жазасыздар. Дескрипторы кіріспе негізгі қорытынды бөлімге тақырыпша қоясыздар. Көтерілген мәселеге көзқарасын білдіреді студент. Әркім жеке өзінің сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс қолдануды үйренеміз, қолданамыз. Ұлттық құндылықтарды анықтаймыз. Эссе құрылымын сақтаймыз. Және эссе 150-180 сөздің аралығынан кем болмау керек. Және де маңыздылығын, өзектілігін жоғалтпаймыз. Тапсырма түсінікті болса, біз ары қарай өзіміздің тапсырмамызға көшейік. Асыл сөздердің жалғасын тап, яғни Абай Құнанбайұлының қанатты сөздерінің жалғасын тауып, жалғастырып жазамыз. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, ары қарай ізденіп жауабын жазамыз. Үшінші, үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Абай не деп айтып кетті осыны? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті деп көрсетіп жазыңыздар. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, жалғасын жалғастырыңыз. Қайратсыз ашуту, тұрлаусыз ғашықту, ары қарай жалғасын сіз жалғастырыңыз. Досы жоқпен сырлас, жалғасын жазыңыз. Өмірдің алды ыстық, арты суық, жалғасын жалғастырыңыз. Ақылмен ойлап білген сөз бойыңа жұқпай сырғанар. Ары қарай жалғастырамыз. Екінші тапсырма. Абай өлеңдерін жалғастыр. Яғни әрбір студент өзінің ойынан шығарады. Пайда ойлама, ар ойла. Оның ары қарай жалғастырып, сіз өлең шумақтарын шығарамыз. Талап қыл артық білуге. Осы сөздерді пайдалана отырып, сіздер өлең шумақтарын шығарасыздар. Ары қарай төртінші тапсырма. Берілген үзіндіде кездескен көркемдегіш құралдардың орны мен қызметіне талдау жасаймыз. Бұның барлығы студенттер сіздердің дәптерлеріңізде жазбаша жұмыста атқарылады. Көркемдегіш құралдар мен ауыспалы мағынадағы сөздер. Яғни әр астында берілген сөздердің қандай көркемдегіш құрал екендігін және автор не үшін қолданды деп ойлайсыз, соның жазамыз. Бірінші, қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Қандай көркемдегіш құрал қолданылып тұр? Соны анықтап, ізденіп жазамыз. Автор не үшін қолданды деп ойлайсыздар? Өз түсініктеріңізді жазасыздар. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енді екі ұрттың. Қандай көркемдегіш құрал қолданылып тұр? Анықтаймыз. Автор не үшін қолданды деп ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді міндетті түрде жазасыздар. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қыртың. Қандай көркемдегіш құрал қолданылып тұрғанын анықтаймыз. Автор не үшін қолданғанын жазамыз. Көрсе қызар келеді, байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың. Анықтаймыз, жазамыз. Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын. Қандай көркемдегіш құрал қолданылып тұрғанын анықтаймыз. Құрметті студенттер, сабағымыздың соңы рефлексиямен
сыныптан шығу билеті әдісі арқылы төменде көрсетілген сұрақтарға жауап бересіздер. Бүгін сіз үшін не маңызды және не қызықты болды? Екінші, сіз қандай сұрақтар бойынша нақты жауап ала алдыңыз? Үшінші, сіз үшін бүгін не қиын болды? Төртінші, сіз психологиялық ортаны қалай бағалайсыз? Бесінші, сіз үшін не жеткіліксіз болды бүгінгі сабақта? Осы тұрғысында, осы сұрақтар бойынша маған кері байланыс орнатамыз, берілген тапсырмаларды смарт жүйесіне жүктейміз, және де осы сұрақтарды сіздерді мазалап жүрген тағы да қосымша қандай сұрақтарыңыз болса, жекеге шықсаңыздар болады. Сіздердің әрбір пікірлеріңізді асыға тағатсыздана күтетін боламын. Пікірлеріңізді жазып, ой бөлісіңіздер. Келесі біздің тарауымыз бұл үй тапсырмасы болып есептелінеді. Бірінші, Абай Құнанбайұлының «Қалың елім қазағым қайран жұртым» өлеңіне мағыналас ақындардың өлеңдерін тауып салыстырып келеміз. Екінші, «Қалың елім қазағым қайран жұртым» өлеңін жаттаймыз. Үшінші, оқулықпен жұмыс, яғни оқулықта берілген сөздіктерді дәптерімізге жазып аламыз. Құрметті студенттер, сіздермен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қандай да сіздерді толғандырып жүрген маңызды сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз